Ассалаумағалейкум, қазақ елі амансыздар ма дейміз. Енді демалыс күндеріңіз яғни жақсы өтсін дейміз. Кешегі 28 мамыр 2026 жылғы, яғни жекеше айыптау соты бойынша қысқаша мәліметті кеше салған. Енді тағы да мынандай әрекеттер болып жатқан шығар деген күдік бар. Бұл күдік қана сот процесі барысында, яғни Түркістан облысы Ордабасы ауданы аудандық сотында сот процесі жүріп жатыр. Бұл екінші сот процесі, яғни осы айға. Бұл жерде сот процесінде төрағалық етуші Қ. Мырзабеков судья 20 сәуірде басталған сот процесі кеше 28 күні 4-ші сот отырысы өтті. Осы сот отырысының барысында бірінші басталған кезде 20 сәуір басталған кезде, яғни жекеше айыптау бойынша 22-ші бұйрық, яғни мені оқу орынбасарынан ауыстырған бұйрық 22-ші бұйрық заңсыз болған. Оны еңбек инспекциясы заңсыз Ерімбетовті орнына қой деген. Ол 21-ші қаңтарға дейін. Бірақ мектеп директоры, яғни түсінеміз, қолында мөрі бар, жаңағы лауазымдық міндет бар. 27-ші қаңтар 2026 жылы еңбек инспекциясының нұсқамасын орындамай, оны мені жұмыстан мүлдем босатқан жайы болды. Енді осы 22-ші бұйрықтың заңсыз екенін еңбек инспекциясының нұсқамасы бойынша жойылғанын біз шағым түсіріп, сот қылмыстық сот процесі, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 152-ші бабы бойынша еңбек заңнамасын бұзды деп айыптап отырмыз. Қазір таңда мектеп директоры Төлтебай Балжан сотталушы есебінде сот процесін жүріп жатыр. Яғни жәбірленуші мен еңбек заңнамасын білмей отыр. Соны шығарған бюроның әсерінен мен бос жүрмін. 4-ші айдан өтті. Кеше 27-ші мамыр күні 4 ай болды. Енді жұмысы жүргенді білеміз. Бірақ енді бұның барлығы, жасалған әрекеттердің барлығы кеше сот процесінде куәлерді сұраға алу барысында оған судьяның да көзі жетіп отыр. Яғни жалған жасаған әрекеттер екені. Яғни еңбек инспекциясының нұсқамасы тұр. Келісім комиссиясы заңсыз, кәсіподақ комитетінің әрекеті заңсыз, берілген акттер, хаттамалар, қатаң сөгістердің барлығы заңсыз деп тұр. Бірақ енді сот процесі жүріп жатыр ғой. Соңғы нүктені қоятын, яғни ең жоғарғы инстанция, яғни сот әділ сот болады деген сенімдеміз. Бірақ енді сот процесінде әртүрлі жағдай болады екен. Мен сол көзім жетіп отыр. Енді айтпағым, оның бәрін кешеде айтып өттім. Мынау осы 4 сот отырысында Төлтебай Балжаннан, яғни сотталушыдан біз шығарған бұйрығының негізінен мектеп директоры тағайындалады, ал кәсіподақ комитеті дауыс беріп сайлаймыз. Яғни мектепте еңбек заңнамасы бойынша бұл кәсіподақ комитеті беделі мектеп директорынан жоғары, ол заңда көрсетілген. Енді мектеп директоры өзінің шығаратын бұйрығының жобасын кәсіподақ комитетіне ұсынады. Мына осындай мен Ерімбетті құртайын деп жатыр едім деген сияқты да, немесе қатаң сөгіс берейін деп жатыр едім, ескерту берейін деп жатыр едім, қарсы емессің ба, көресіз ба, пікіріңізді беріңіз, хаттамамен тіркеліп тұру керек, тіркеу кітабында болу керек, тағы кейін сот процесінде тағы да сұраймыз. Енді жалған екені анықталды. Енді осы бірінші сот отырысында мен кәсіподақ комитетіне ұсындым деген абай жазбасында, яғни сот процесінің барлығы, аудио видеосының барлығы жазылып отырады. Адам айтқан сөзіне жауап беретін дәлел бар. Енді осы 4 сот отырысы барысында ұсынбады ғой құжатты кәсіподақ комитетіне. Яғни оны кешегі куәлерді шақыру барысында кәсіподақ мектептегі, яғни Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жалпы білім беретін мектептің кәсіподақ комитеті
сізге ұсынды ма десек, ұсынған шығар, мен білмеймін, есімде жоқ дейді. Яғни жалтақ етіп басшыға қарай түсініп отырмыз, өйткені жұмыс беруші ғой, мектеп директоры. Бұл жерде енді барлық әрекеттердің бәрі заңсыз болып тұр, сонда да дұрыс жауап бермеді. Бірақ дұрыс жауап бермеуі жауапкершіліктен құтылмайды. Енді барлығы мені жұмыстан шығару үшін әрекет жасаған, заңсыз жасаған әрекеттер. Сот процесі барысында бірінші бұйрық, яғни бізді мені оқу орынбасарына ауыстырған бұйрықты біз сотқа бергенбіз. Яғни Ордабасы ауданы сотының судьясы Жұмабаев 22-ші бұйрықты заңсыз деп бердік қой. Бірақ 22-ші бұйрық 5-ші бұйрықпен, яғни жойылды деп, еңбек инспекциясының сомасы бойынша жойылды деп сөйтіп шығарып бере салды. Бірақ қойғанда талабымыз біреу-ақ, біз 22-ші бұйрықтың заңдылығын тексеріп бер дегенбіз. Енді ол түсінемін, әртүрлі мүддесі болған шығар. Енді оны апелляция ертең 4-ші маусым күні облыстық сотта осы заңды ма, заңсыз шығарылған шешім болды ма, ол қайтадан сот процесі басталады. Ол апелляциялық сот бір айдың көлемінде өтеді. Ол сияқты бірінші саты сияқты аудандық соттар сияқты созылмайды деген азамат процесс кодексте жазып тұр. Енді 2-3 сотпен отырыспен бітеді. Алқа қарайды енді оны. 3 судья қарайды. Енді ол одан кейін республикалық не бар, сот бар, ары қарай береміз егер тағы да шешім біздің қойған талап арызымыз бойынша қаралмайтын болса. Мынау кешегі 28-дегі сотты, яғни судья Мырзабековке біз сот барысында қарсылық білдірдік. Яғни қарсылық білдірдік деген сөз, мектеп директоріне қойылған сұрақты созбалап 4 отырыс болды. Бар деген құжатты ұсынбайды. Және біз қойған өтініш хатты, яғни түсірген оқыдық та, өтініш хаттың ешқайсысын қанағаттандырған жоқ. Ал енді жауапкер сотталушы Төлтөбе Балжанның ауызша өтініш хатын қанағаттандырады. Енді мүдделі болған шығар, яғни біз қарсылықты білдірдік, яғни бір жақты қарады, сатылып кетті деген күдігіміз бар деген қарсылық білдіріп сот процесінен шығып кеткен жайымыз болды. Енді біздің әрекетіміз заңды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 87-ші бабында, яғни егер судья, сот төрағалық етуші сот процесінде бір жақты қарайтын болса, онда қарсылық білдіруге негіз бар. Қарсылық деген сөз, осы тілінде отвод деп атайды екен. Қарсылық дегеніміз судьяның әрекетіне қарсы әрекетіміз. Сіз сатылып кеттіңіз, немесе дұрыс жүргізбей жатсыз деген күдікпен, бәрі күдік қой, нақты дәлел жоқ, күдікпен қарсылық білдірдік. Енді өткенде осы Мырзабековке мен қарсылық білдіргем. Сол қарсылық бойынша маған заңды болса да, бірақ маған әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 653-ші бабының 1-ші тармағы не 2-ші тармағы бойынша маған іс қозғап, сол істе өгіз негізі қорытындысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның 653-ші бойынша 20 айлық көрсеткіш, яғни 85.000 теңге ме, 90.000 теңгедей айыппұл салады, болмаса 5 күнге қамайды сотқа құрмет демеушілік көрсеткені үшін деген. Енді кешегі әрекет бойынша, 28 әрекет бойынша, білмеймін, енді бұл судья Мырзабеков тағы да сот отырысын өткізетін әрекет жасайды ма? Заңды әрекет. Біздің әрекетіміз заңды болды. Айттық, мына қарсылық білдіреміз. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 87-ші бабы бойынша сізге қарсылық білдіреміз деп айттық. Оны Абаев жазбасында тұр. Сөйтіп сот процесіне шығып кеткен жайымыз бар. Яғни қарсылық білдірген уақыттан бастап, сол уақыттан бастап төрағалық етуші судья, бұл келесі қаулы шыққанша ол судья емес, заң бойынша. Яғни сот процесінен біз шығып кеткен жайымыз сол болды. Қарсылық білдіргеннен кейін заңда сөйтіп көрсетілген. Ал енді тура өткенде де осы жағдай болған. Төрағалық етуші мені әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 653-ші бап бойынша ескерту берген. Енді
тағы да қандай заңсыз әрекет жасап сотқа тартып не айыппұл салдырып немесе 5 күнге қамайтын әрекет жасай ма, заңды бұзып судья, немесе жоқ біздің қойған жасаған әрекетіміз заңды екен деп сол күйі қалдыра ма, көреміз. Оны яғни кеше күн барған мен азанда сот процессін аудио видео жазбаларын аламыз. Әр сот отырысы өткен, өйткені келесі сот отырысына дайындалуымыз керек. Заңсыз жүрген әрекеттерді стенограмма жасап қайтадан сот процесін өткіземіз өздеріне. Мына жеріңіз дұрыс болмады деп. Енді түсініп қараймыз, мүмкін мүдделері бар шығар. Енді оны ертең дүйсенбі күні көреміз. Не істейді екен? Ал Ордабасы аудандық сотының судьясы Х. Мырзабеков маған және менің өкіліме заңсыз әрекет жасадың деп, сотқа құрметтеме тарттың деп, жасадыңдар деп 20 айлық көрсеткіште айыппұл сала ма? Өйткені менде ескерту бар, ол ескерту заңсыз, мен оны апелляцияға беремін, уақытымыз болмай жатыр. Немесе 5 күнге қамайды ма? Көреміз. Бірақ оның бәрін кейінгі күндері сұрауы бар, әр нәрсенің сұрауы бар екен. Заң талабы бойынша біз заң нормаларын бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ заңсыз әрекет жасайды ма? Көреміз. Енді дүйсенбі күні хабарын беремін. Әлеуметтік желіге салатын боламын. Қостау болыңыздар дейміз. Аманшылықта әділ, яғни сот дегеніміз, судья дегеніміз ең жоғарғы инстанция болған екен, әділдік іздеп қарап отырмын. Менің қойып отқан еңбек дауы, жұмыстан заңсыз шығару, барлық жасаған әрекеттің барлығы заңсыз, құжаттың барлығы мектеп директоры және қасындағы ұйымдасқан топ өкілдерінің әрекеттің бәрі заңсыз, еңбек инспекциясына жазып тұрыңдар. Аманшылық болсын. Алла беріп берсін жанымызға. Ешкімнің басында бұндай күй келмесін.